өз баласын өлтірген ата-ана, белгісіз құбыжық, азаппен өлген Рон, күйзеліске ұшыраған ата-ана. Ассалаумағалейкум достар, видео артында абай ғой арнасы. Бүгін сіздерге Bad Parenting ойынның шын оқиғасын айтатын боламыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. Ең алдымен бұл ойынның сюжетінен бастайық. Bad Parenting бұл психологиялық қорқынышты ойын. Онда ойыншылар кішкентай баланың рөлін ойнайды. Оның отбасындағы қиындықтар мен жұмбақ оқиғаларды бастан кешіреді. Ойынның басты кейіпкері Рон есімді бала. Ол түнде пайда болатын және жақсы балдарға сыйлық әкелетін мистикалық тұлға мистер Редфейс, қазақша мистер Қызылбетпен кездеседі. Алайда бұл кейіпкердің шынайы мақсаты мен табиғаты белгісіз болып қалады. Ойынның графикалық стилі 1990 жылдардағы ескі мультфильмдерге негізделген. Бұл ойын ностальгиялық атмосфера береді. Ойын барысында ойыншылар әртүрлі шешімдерді қабылдап, бірнеше түрлі аяқтауларға қол жеткізеді. Бұл ойынның қайта ойналу мүмкіндігін арттырады. Көптен күткен Bad Parenting ойынның шын оқиғасы. ақш-тағы шағын қалада Рон есімді 8 жастағы бала өмір сүреді. Оның отбасында бәрі сырттай жақсы көргенімен, үйдің ішінде жағдай мүлде басқаша еді. Әкесі жиі ашуланып, ал анасы үнемі күйзеліске түсіп, баланы елемейтін болған. Балаға ешкім көңіл бөлмегендіктен, ол қиялындағы досын мистер Қызылбетті ойлап тауыпты. Бұл дос оны әрқашан жұбатып, онымен сөйлескен. Ана үстіне ана, әке үстіне әке болған. Бірақ уақыт өте келе, мистер Қызылбеттің табиғаты өзгере бастаған. Ол балаға түнде қорқынышты дауыспен бұйрық беріп, үйдің ішіндегі түрлі оғаш нәрселерге жасауға мәжбүрлейді екен. Күндердің бір күнінде бала мектепке бармай қояды. Оның бөлмесіне кірген ата-анасы қабырғаларға баланың өз қанымен салынған белгісіз суреттер мен жазуларды көреді. Баланың өзі бөлмеде жоқ еді. Іздеу жұмыстары басталғанымен баланы ешқашан таппайды. Полиция тек бір ғана маңызды дәлел тапты. Баланың төсегінің жанында қызыл бояумен жазылған мына сөздер тұрды: "Мен енді жалғыз емеспін. Ол мені алып кетті." Осы оқиғадан кейін сол үйде тұратын кез келген адам түнде біреудің аяғын сүйретіп жүрген дыбыстарын еститінін айтып шағымданған. Кейбіреулері тіпті түн ортасында терезенің сыртында екі жанған қызыл көзді көргенінде айтады. Осы оқиғадан шабыт алған бір инди ойын әзірлеуші бұл аңызды ойынға айналдырады. Сөйтіп, Bad Parenting ойыны дүниеге келеді. Ойынның жасаушысы бұл ойынды баланың басынан өткен психологиялық азапты көрсету үшін жасағанын айтқан. Бұл шын оқиға әлі күнге дейін жанкүйерлердің арасында талқыланады. Бұл Bad Parenting ойынның шын оқиғасы болса, жанкүйерлердің арасында танымал 3 түрлі мифтерді айтайын. Рон туралы баламалы миф. Бір кездері Bad Parenting ойының жасалуына шабыт берген шынайы оқиға болған деген аңыз бар. Бұл оқиғада басты кейіпкер Рон есімді бала.
Аңыз бойынша ол шынайы өмірде өмір сүрген, бірақ оның оқиғасы өте жұмбақ әрі қорқынышты жағдаймен аяқталған. Ронның отбасы жаңа үйге көшкеннен кейін бала біртүрлі мінез-құлық көрсете бастайды. Оның айтуынша, үйде барлығы көрінбейтін бір бөлме бар екен. Ол бөлме үйдің ішінде жоқ сияқты көрінгенімен, Рон оны тек түнде ғана көретінін айтады. Кей түндері Рон төсегінен оянып, өз бөлмесінің есігі жартылай ашық тұрғанын байқайтын. Дәліздің қараңғылығында әлдебір көлеңкелі фигура қозғалып жүретін. Ол фигура Ронға қарап тұрып, жай ғана былай айтатын: «Мен сенің қателіктеріңмін, Рон». Екінші миф. Рон жиі әкесінен қысым көрген. Әкесі оны тәрбиелеуде қаталдық танытып, қателік жіберген сайын жазалайтын. Бұл жағдай баланың психологиясына ауыр әсер етіп, оның санасында өз қорқынышы мен қайғысын бейнелейтін мистер Қызылбет кейіпкерін тудырады. Мистер Қызылбет Ронның барлық қорқыныштары мен ашуларының жинақталған бейнесі еді. Бірақ уақыт өте келе, бұл қиялдағы дос шынайы өмірде көріне бастайды. Рон кейде айнада өз бейнесін орнына мистер Қызылбеттің қызыл көздермен қарап тұрғанын көреді. Ойындағы жасырын бөлме теориясы. Фанаттардың арасында ойынның ішінде жасырын бөлме бар деген теория бар. Егер ойыншы белгілі бір әрекеттерді дұрыс жасаса, бұл бөлмені ашуға болады. Ол бөлмеде Ронның шынайы хикаясының құпияларын ашатын бейнелер немесе дыбыстық жазбалар болады дейді. Бұл бөлмеде мистер Қызылбетпен соңғы кездесуге мүмкіндік бар. Егер ойыншы бұл бөлмеге кірсе, соңғы сәтте экранда мына жазу пайда болады: «Сен мені де алып кетесің бе?» Қорытынды: бұл аңыздың рас өтірігі белгісіз. Дегенмен, кейбір фанаттар шынайы оқиғадан шабытталып жасалған бұл ойынның шынымен де бір баланың шынайы азабы мен оның қорқынышты қиялдарының бейнесі деп сенеді. Ал кейбіреулер бұл жай ғана ойын әзірлеушілердің шебер фантазиясы деп ойлайды. Бір нәрсе анық: Бэд Паренти ойыны Ронның жоғалған рухын мәңгілікке еске сақтап қалады. Осы бар ақпараттермен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болған Абай Ғой арнасы. Пікірге осы ойын туралы өз ой пікіріңізді жаза кетіңіз. Егер сізге қорқынышты мистикалық жанр ұнаса, арнама тіркеліп лайк басып, алдағы видеоларымнан хабардар болу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Абай Ғой арнасы. Қош сау болыңыз.